Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер техниктер туристер станциясы, коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қосымша білім беру педагогы Ұлжалғас Оңғарбайқызы. Бүгінгі қашықтан оқыту сабағымыздың тақырыбы туған өлке туралы жалпы түсінік. Сабақтың мақсаты: Арыс қаласының жалпы тарихымен танысу. Сабақтың барысы: Арыс қаласының тарихы, Арыс қаласының қалыптасу кезеңі, Арыс қаласындағы ауылдық округтер, Арыс қаласындағы саябақтар, 9 жолдың торабы атанған қала, Кеңес одағының батырлары, Арыстан шыққан ақын жазушылар, Арыс қаласынан шыққан өнер адамдары. Қорытынды: қаланың өткен тарихынан: Арыс өңірі ертеде қазақ қырған, ал Арыс өзені Үржі деп аталыпты деген деректер де бар. Арыс өзені туралы айтсақ, белгілі жазушы Есенберлиннің «Алтын Орда» атты 3 томдық тарихи кітабында Арыс өзенінің бұрын Үржі болып аталғаны жазылған. Арыс ұғымы мен атауының ерте замандардан бері қарай ру мен жер, су атауларын құрап келгенін аңғартады. Қаланың алып жатқан орнының өзі де 9 жолдың торабына ыңғайласып жатыр. Жібек жолының осы өңірден өтуі де бекер емес. Қаланың қалыптасу кезеңі: 1905 жылы темір жол құрылысы басталып, 1907 жылы Арыс станциясы салынды. 1928 жылдың 17 қаңтарында Арыс ауданы құрылды. 1938 жылғы 11 наурызда Арыс жұмысшы поселкесі мәртебесі беріліп, 1956 жылғы 31 шілдеде Арыс аудандық бағыныстағы қала мәртебесіне ие болды. Ол қазір Түркістан облысындағы белгілі Ташкент жол бойындағы ірі қалалардың бірі. Арыс станциясы Ташкент темір жол салына бастаған кезде пайда болды. Қаланың ескі бөлігі бірінші Арыс станциясымен іргелес, екінші Арыс станциясымен байланысады. Арыс ауданы Ағдала, Дермене, Задария, Монтайтас, Байырқұм, Жиделі ауылдық округтерінен тұрады. Қала көлемі жағынан өте үлкен болмаса да, оның маңызы зор. Арыс станциясы Ресей мен Орта Азия, Қазақстан, Батыс Сібір аймақтарын жалғастырып жатыр. Қаламыздың атын асқақтатуға республикаға танымал ұл-қыздары елеулі үлес қосты. Кеңес одағының батырлары Бесен Онтай, Садық Исмайыл, Иван Шурба, Берген Исаханов, Нағи Ильясов, Ережепбай Молдабай және ақын жазушылар Садықбек Адамбеков, Дулат Исабеков, Намет Сүлейменов, Өтепбай Тұрманжанов, Қосшан Мүсіреп, Бекен Әбдіразақов. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, осы арада айту ләзім: қала әкімдігінің тікелей бастамасы менен және ұйымдастыруымен қаламыздың 60 жылдығына арналған тарихи танымдық энциклопедиялық және фотошежірелік кітаптарды Ермек Балташұлы мен Әбдімәлік Ағыбай дайындады.